Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, құрамындағы ингредиенттердің барлығы сіздің тоңазытқышыңыздан табылатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Достар, сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, мені қолдап, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Алдымен жұмыртқаны 3-4 минут миксерлейміз. Қант, сүт, соданы қосып, тағда миксерлеп аламыз. Онды осылай електен өткізіп, 3-4 бөлікке бөле отыра қосып араластырып аламыз. Онды електен өткізгендеріңіз дұрыс, себебі електен өткен ұн ауа алмасып, өте жақсы көтерілетін болады. Соңынан сұйық майды құйып араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, біздің тестамызды құямыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен қысқа деп сақтаған малинамен әсемдедім. Онан соң шамамен 170-180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирог менде 170 градуста шамамен 45-50 минутта пісті. Бұл пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет жеңіл рецептермен бөлісетін боламын.